Алдымызда робот шансорғыш Mi Robot Vacuum Mop E. Xiaomi компаниясының бұл шансорғыштары дизайн жағынан да және жұмыс жағынан да өте ыңғайлы. Бұл робот үйіңізді сыпырып, жуып және жедел түрде жинай алады. Барлығын толық айтамыз, бізбен бірге болыңыздар. Достар, сіздерге тосын сый дайындадық. Технодомка сіздерге Mercosys Wi-Fi роутерін бергісі келіп тұр. Мына Wi-Fi роутер үшін осы шарттарды орындауға болады. Себебі бұған 60 құрылғыны қоса аласың. Кішкентайыңызды қадағалап, кейбір сайттар мен телеарналарға тыйым салуға болады. 4 сыртқы үлкен антеннасы бар. IPTV және гигабайттық порттарды қосуға болады. Жұмыс жасау жылдамдығы 1167 мегабитқа дейін. Ойынның шарттары оп-оңай. Ең бірінші, арнамызға жазыл. Екінші, осы обзорымызға лайк бас. Және үшінші, аптасына неше рет үйді жинайсың және жинаған кезде кіммен жұмысты бөлісесің. Сол туралы жауабыңызды комментарийға жазып қой. Үйіңізге керек заттардың бірі деп ойлаймын. Сәттілік. Ал мұны қолдану үшін сізге ең алдымен Mi Home үстемесі қажет. Осы үстеме арқылы робот көмекшіңіз үйіңізді жинап жуа алады. Ал үйден тыс жерде болсаңыз, смартфондағы Mi Homeға кіріп, шансорғышты қоса аласыз. Сіз үйге келем дегенше, ол өз жұмысын атқарып қояды. Смартфонмен мұны басқару ыңғайлы, әрі көптеген мүмкіндіктері де ашады. Мысалы, үй жинау кестесінің күнін және сағатын дайындап қоясыз. Үйіңіздің кейбір бөлмелерінде кіруге болмайтынын да енгізуге болады. Яғни робот шансорғышқа кіре алмайтын виртуалды қабырға құрастырасыз. Ал бұл құрылғының расымен үйді жинап жатқанын білу үшін смартфоннан көруге болады. 3 жұмыс жасау деңгейі бар. Дыбыссыз, стандартты және турбо. Дыбыссыз режимі үйінде кішкентай сәби барларға өте ыңғайлы. Айтпақшы, кішкентайыңыз бен роботты жақынырақ таныстырыңыз. Әйтпесе одан қорқып жылауы мүмкін. Турбо режимді үй қатты кірлеген кезде ғана қолданыңыз. Ал көбісі стандартты режиммен пайдалана береді. Айта кететін зат, 3 режимнің барлығында шансорғыш өз жұмысын жақсы атқарады. Сыртқы дизайны көңілден шығады. Бәріне таныс, көзге жағымды көрінетін ақ және қара түстері бар. Ақ пен қара кез келген үйдің дизайнына жараса береді. Шеттері күңгірт пластикпен дайындалып, төбесіндегі қақпағына жылтыр пластик қолданған. Сол үшін ол жерде қолыңыздың ізі қалып қоюы мүмкін. Шансорғыш үйіңізді қалай күтсе, сіз де оған солай қарауыңыз керек. Ең бастысы тез сүртіледі. Сондықтан жылтыр пластиктен қорқып керек емес. Xiaomi шансорғышының үстінде лидар деп аталатын лазерлі сезбегі орнатылған. Бір сөзбен айтқанда бұл навигация. Үйдегі жиһаздарға немесе басқа да заттарға соғылмас үшін жан-жағын 360 градуста көріп, 8 метрге дейін сканерлеп жұмысын жасайды. Түн болсын, жарық түспейтін жиһаздың асты болсын, LDS бәрін көре алады. SLAM алгоритмінің арқасында робот шансорғыш үйдің картасын дайындап алады. Cortex A7 процессоры және 12 сезбегі арқылы үйіңіздің картасын анық салып шығады. Өзінің биіктігі 7,4 см, салмағы 3,6 кг. Қақпағының астында біз 550 мл шаң жинағышы мен су қоймасын таба аламыз. Тағы да бұл жерде тазалығы щеткасы орнатылған. Оған қоса комплектте 2 шүберек және 2 қосымша щеткалары жүреді. Ал астында үйде еркін жүру үшін 2 үлкен дөңгелек орнатылған. Олар шансорғыштың 2 қырында. Тағы да бұл жерде басты және қосымша щеткалары бар. Оған қоса алдында кез келген бағытта айналатын кішкентай дөңгелегі орнатылған. Көптеген робот шансорғыштар алдында тұрған кедергілерден өте алмайды. Олар мысалы, клейм немесе табалдырықтар. Мынаның бірнеше сезбегі бар екенін айттық. Солардың арқасында бұл шансорғыш кез келген сынақтардан өте алады. Мысалы, биіктігі 2 см-ге дейін жететін заттарға еркін шығып, еш жерге соғылмай жүретінін байқайсыз. Қосымша щетканың арқасында ол қоқысты кез келген жерден сорып алады. Қоқысты құрылғының ортасына жіберіп көмектеседі. Қисық еденнен бастап кілемге дейін жақсы тазартады. Шансорғыштың күштілігі 2100 паскаль. Қызығы сол, ол бір рет жинап өткен жерді екінші рет тағы да қайталап өтеді. Сондықтан жақсы жұмыс істейтініне күмәніңіз болмасын. Олай болса, тексеріп көрейік.
Ең жақсысы ол еденді де жуады. Ал ақылды суғару системасы шүберектің құрғап қалуына жол бермейді. Кемшіліктеріне тоқталайық. ТМД елдерінің тұрғындарына басты кемшілігі тілде. Өкінішке орай бұл шансырғыш орыс немесе қазақ тілінде сөйлей алмайды. Сосын тағы айта кететін зат, бұл робот еденіңізді жуып береді. Бірақ қатты сіңіп кеткен дақтарға келгенде сәл қиындықтар туады. Ондай болған жағдайда сіздің өзіңізге келіп ысқылап тұрып сүртуіңізге тура келеді. Ең бастысы күнделікті өміріңізді жеңілдетеді. Менің роботым бар деп тым жалқау болып кетпеңіз. Бүгінге осы, үйіңізді тазалық тастаңыз. Технодом Казбен техно сауатыңызды ашқаныңызға өте қуаныштымыз. Сау!